Көрдің ба дейді. Естім, жан жақтан келіп жатыр ғой информация. Бірақ біз қоймаймыз. Кім келсе де маған бәрібір екен. Тоқаевтың орнына билікке кім келсе де халық талапшыл болу керек. Бір айтатыным. Сендер ғана халық талапшыл болса ғана жұмыс жасайды билікке кім келсе. Сол себептен баяғы диктаторлық жүйе қайтадан құрылып кетпесін десеңіздер, диктаторға айналып кетпесін десеңіздер, халық талапшыл болыңыздар. Сұраңыздар. Тек қана сұрай беріңіздер. Бермеңіздер, сұрай беріңіздер. Алуды ғана біліңіздер, беруді білмеңіздер. Халыққа айтқым келетіні сол. Уже дайындық жасап, сол билікпен бірге отырып, өздерінше мәселе шешіп жатқандар бар екен. Бұрын биліктің ішінен шыққан кісілер. Оны білмеймін, мен көресіңдер ғой ар жағын. Бірақ біздерді пайдаланып, біздердің жаңағы аудиторияларымызды пайдаланғысы келеді екен, олар үшін жұмыс жасағым келмейді. Мен көксегендері билік болған кісілер үшін жұмыс жасағым келмейді, сөздің ашығы. Халықпен ақылдаспағаннан кейін маған олар қызық емес. Халықты митингке шығарып, халықты отқа таста жіберіп, артынан пожарник болып кеп тұрмақшы ғой. Менің қолыммен істелінді, мен үйттім, мен сөндірдім деп. Так что билікке барғылары келе ма, өздері шаруа жасап, өздері барсын. Естіп жатырмыз 2 күннен бері. Жекеде. Күлкім келді. Уже бөлетіндерін бөліп, жеке-жеке дараға алыпты. Билікке келген қайғайсы маған бәрібір екен. Жан-Клод Ван Дам келе ма, Шварценеггер келе ма, Джеки Чан келе ма, жоқ әлде Мұхтар Әблязов келе ма, Мұхтар Жакишев келе ма, жоқ әлде Ерлан келе ма, жоқ әлде Айдос келе ма. Кім келеді маған бәрібір екен. Біз тек қана талап етеміз, біз жақсы өмір сүргіміз келеді болды. Әлеуметтік, материалдық, моральдық жағдайымызды жақсартсын, соны сұраймыз да отырамыз, қаққанда қандарын, соққанда сөлін алып болды. Бұлар өз алдарына бәрі бір Жан-Клод Ван Дам, бәрі бір президент болып алып отыр екен өздерінше. Ойлап атқанша қайтадан сол Назарбаевтың 35 жыл жасаған диктаторлық жүйесін жасап айымыз деп. Не мечтайте, халық оянды. Біздің көзімізді жоқ қылып жойып жібермесеңіздер, халықтың арасында жүреміз, билікке баратын ешкімнің ойы жоқ. Саясат, белсенділікте жүргендердің бәрі. Жай ғана жақсы өмір сүргіміз келеді. Сол үшін халық сіздер көздеріңіз қырақта болу керек. Елдің ішінде, Қазақстанның ішінде жүргендер өздерінше жекеше мемлекет ашайын деп дайындалып жүр екен. Аңқауланбаңыздар. Сырттағыларды айтпай қойыңыздар. Сырттағыларды келіп, солар билеп кетеді деп ойламай қойыңыздар. Елдің ішінде бірнеше топқа бөлініп алып, бірнеше билікке барғысы келіп, билікті аңсап отқандар бар екен. Уже барып алған ойларынша. Айтгүл, сен қай қаладасың? Германиядасың ба? Біліп тұрсың ғой? Өзің сұрақ қойып, өзің жауап беріп. Тыңда енді. Мен просто бір сұрақ қоямын, соған жауап бересіш. Өзің Германияда отырсың, біраз болып мен сен көріп жүрмін, бірақ қазақ деп шырылдайсың да, бірақ Германияға сен жұмысқа шақырасың да, жұмысқа шақырғаннан сен ақша сұрайсың да, неге? Сен қазақ деп шырылдайсың. Сонда мен Германияда жүріп, сендерге жұмыс тауып қойып, күтіп алып, вокзалға барып, квартираңды тауып қойып, бүкіл қазаққа сөйтіп жұмыс тауып беруім керек па? Не кешіріп қоясың, мен бұл жақта сағатына 10 000 теңге ақша табамын. 10 000 теңге ақша табамын сағатына. Қолынан келмесе етіп, просто өзіңді етіп реклама жасап керек емес та. Қолынан келе ма, көмектес, жанға шей ма, мысалы қазақ деп. Моя время стоит деньги. Менің уақытым өте бағалы. Түсінің ба? Сен жұмыста жүрсен де, үйде жүрсен де эфирде боласың. Қазақ деп шырылдайсың да. Бірақ жаңағы жұмыс жағына келгенде, қазаққа көмектесу жағына келгенде ақша сұрайсың. Значит, менің бір ғана ойым бар. Сонда қара, өзім білем, сонда не үшін мен тегін көмектесуім керек? Мен өзім бұл жаққа агентствоға жұмысқа ақша берем. Сен тегін көмектеспе. Сен тегін көмектеспе. Жаңа визасын өзі жасайды. Визасын жасауға көмектес. Бірақ сен оған ақы алма. Ақшасын жаңа посольствоға, мысалы, сен жаның ашиды о қазаққа. Қазақтың қызысың, жаның ашиды қазақ деп. Жаным ашса, сендерге беретін жерден барып алыңдар. Мен ақымды ешкімге жегізбеймін. Менің уақытым бағалы мен үшін. Түсініңдер ма? Неге сен онда азаннан кешке дейін уақытың бағалы екен? Неге сен азаннан кешке дейін қазақ-қазақтан шырылдап жүрсің? Қайып жинап жүрсің ба сонда сен? Жоқ, бұл жерде мен уақытым бағалы, болашақты жасаймыз біз қазақпен жабылып отырып. Ал мен сенің болашағыңды жасап беру үшін, сенің қарныңды тойдыру үшін айналайын, күллі жұмысымды тастап қойып, жұмысымды тастап қойып, саған жағдай жасап, мына жақтан жұмыс, квартира іздеп бермейді екем. Сен өзің үшін келесің ғой, бір адамның мақсаты үшін не, мен бүкіл жұмысымды тастауым керек па не? Сен бетіне масқаны шешіп тастап Айтгүл.
Шешпейді екем, шешпейді. Мен алам услугамды. Мен елдер консультацияға айналайын. алып отыр. Түсінің ба? Мен сенің бұл бүйтіп отыр ғой. Бұл походу менен жұмыс сұраған. Жоқ, мен жұмыс сұраған жоқпын. Мен Шенгеннің визасымен барып істеп келген адам. Бірақ просто сені көремін да, мен сені не үшін көремін? Сені көретін, мен постоянно сен жұмыста жүрсең, не жүрсең де қазақ деп шырылдайсың да, мен соған соның үшін ғана сені қолдаймын. Мен өзім барып келгенмін, көргенмін. Ол жағын не алмай просто. Қараш, сонда сен мен Германияға, мысалы үшін Европаға келген бүкіл қазақтың бәрін жетектеп жүріп, жұмысқа тұрғызып, бастарына баспана тауып беріп, жағдайларын жасап жүруім керек па? Сонда мен қолынан келсе, әрине көмектес. Қолынан келетін болса, мен қолынан келмейді, мен үндемеймін. Қолынан келетін болса, көмектес. Былай отырып, шындықты айтып жанашуға болмай ма? Сонда тек қана қолынан келсе ғана өйстіп қазаққа жаным ашуым керек па не? Түсінбедім сені? Қалай дейсің? Сонда осылай сөйлесем, мен қазаққа жаным ашымайды, ал келген қазақтың бәрін жұмыспен қамтысам ғана жаным ашыма не? Жоқ, сен негізі бар ғой, бұл жерде сенмен мен негізі келіспеймін. Неге десең? Тұра тұршы. Жоқ, сен қолдарына жейтін нандарын ұстатып бер. Сол кезде сен рахмет аласың ба, ақыңды аласың ба, көресің, түсінің ба? Жоқ, ол мен қолымнан келмейтін, мен өзім артынан ондай шығарған жоқ. Сен бұлжырама, тоқта, сен бұлжырамай ақ қой. Сен себебі маған келгесін бесплатны жұмысқа тұрып, басыңа баспана тауып алып, өзің байығың кеп тұр екен да, мен сонда сен далбаңдап, сенің алдыңда бүкіл уақытымды тирайт етіп жүгіріп жүруім керек па не? Кешіріп қоясың шырағым. Мен де сен секілді бала шағамды асырау үшін Европаға келгенмін. 1 сағатыма 10 000 теңге алып отырып, мен саған 3 сағат, 4 сағат уақытымды бөліп квартира іздеп, вокзалға барып сені күтіп алып жүретін уақытым жоқ екен. Оған денсаулығым да жетпейді.